қалай айтсам болады, қош келдік па саған, или сен бізге қош келдің ба? Біздің подкастымыздың продюсері деп таныстырамыз ба? Осы Атырау жастары каналынан шығып жатыр ғой қазір. Соның авторы қазіргі Атыраудағы бүкіл болып жатқан медиадағы немесе қалада болып жатқан іс-шаралардың барлығын бізге жеткізіп жүрген, жастарға жеткізуге тырысып жүрген, басқасында жүрген. Иә, сондай керемет бір атыраулық жігіттердің бірі. Салауат. Салауат мырза, қош келдіңіз. Иә, подкастымыздың қонағы. Иә, біз каналдың қонағы десең. Иә, бір-бірімізге көмектесіп жүрік қой, ең басты қолдаушыларымыздың бірі. Атырау жастары, Салауат Ермұханов, жұмыскер, 96. Иә, дұрыс айтасыз, бәріміздің елеп жүргеніміз бір теріні пұшпағы ғой. Ой. Көрсетіп қалады дейсің. Дұрыс. Бізде подкасттың форматы сондай да, мен Құттай қалай дилетанттың жалпы бәрінің тек Құттайдан білетін адамын да, бұл кісі тарихшы. СДУ-дағы Фараби мектебінің мұғалімі. Қасымызда қонақ Салауат МГУ бітірген. Көлігі бар. Эколог. Иә. Енді бүгін мен сені біз неше жылдан бері доспыз, 2017-тен бері доспыз деп айта аламын ғой. Көбінесе бұрыннан бері сені танитыным сол, комиксті жақсы көресің, супергеройларды жақсы білесің, жалпы көп нәрсені де білесің, бірақ сол жағынан көбірек танимын да. Солай ең бірінші ассоциация солай болды. Енді бізде де, сенде де қазір керемет шығарма жазып жатсың, ол жерде өзің персонаждарың бар, супергерой деп айтуға болады ғой, сенің главный геройды. Ендігі бүгінгі қалай көтергіміз келіп отқан тақырып, жалпы осы бағытқа кетсе. Жалпы супергерой деген тема қайдан шықты? Геройлар қайдан шықты? Олар енді вымысел ғой, оған ұқсас адамдар да болды ма, батырлар болды деген сияқты. И соны бір талқыласақ. Өздерің ойларың, супергерой деген кім? Негізгі супергеройдың бана қайдан шыққан деген темасы менің бір оқығаным бар, немесе білмеймін, есімде қалғаны ма. Бізде енді мысалы көп елде мысалы өзінің тарихы бар, өзінің тарихы болғасын, өзінің батырлары бар. Мысалы біздің хандықтағы батырлар Естай Махамбет деген сияқты әртүрлі, мысалы Англияда банадай король Артур деген сияқты, допустим, мифологиялар бар, әртүрлі сондай бар. И Америка құрылғанда, Америкада ондай жоқ та, батырлар жоқ ондай. То есть тарихи оларда жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. И соған байланысты банада оларға бірінші дүниежүзілік соғыстың кезінде, екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде қаһармандар керек болды да, мотиваторлар керек болды да. Сөйтіп Америка деп тұрады ғой, посттар, мысалы Uncle Америка деп айтады, сондай сияқты. Сондай кісілер болды да, Uncle USA деген сияқты. Сондай нәрселерді мотиватор ретінде супергеройлар пайда болды. Үлкен Супермен сияқты, Капитан Америка сияқты соғыстың кезінде олар қатты банағы солдаттарға және де фронттағы, то есть тылдағы әйелдердің, балалардың мотиватор ретінде сол комикс персонаждар пайда болған негізі. Бұл точно ма, точно емес пе білмеймін, ұмытып қалып отырмын қазір. Көп болды негізі қазір ол тақырыптарда көп қозғамаға, потому что қазір басқа сферада жүргесін, кішкене есейгесін ба, білмеймін енді. Сондай болып жатыр. Енді сол сондай в целом бағанадай мотиватор ретінде көп персонаждар пайда болған. Енді бізде де енді Америка құрама штаттарына қарағанда біздің тарихымыз терең ғой. Жалпы көшпелі халықтың өмір салтының өзі батырлыққа жақын деген секілді. Бірақ біздікілер Американың несін қайталауға тырысады да. Қазір ғой. Бірақ енді сол бана соғыстарға тоқталатын болсақ, бірінші дүниежүзілік соғыс, екінші дүниежүзілік соғыста, мысалы біздер енді оны ұлы отан соғысы деп қараймыз ғой, отандық тарихта. Жалпы сталиндік кезеңде сол ежелгі көне кездің батырларын насихаттау дұрыс емес, бұл ұлттық буржуазияны дәріптеу, ұлтшылдыққа алып келеді деді. Бірақ та екінші дүниежүзілік соғыста, яғни ұлы отан соғысында бағанағы осы соғысып жүрген, майданда жүрген адамдарды не істеу үшін, қалай айтсақ болады, шабыттандыру, мотивация беру үшін бұрында запрет болған, тыйым салынған бағанағы едіге деген секілді батырлар жырын, алпамыс батыршыларын қайттан насихаттады. Өйткені соғыс кезінде адамдарды шынымен де шабыттандыру керек. Жалпы енді біздегі батырлар жырының мәні неде жалпы? Жалпы оны герой дегенде қазақша баламасы қаһарман деп айтсақ па? Қаһарман келеді ғой. Енді батыр дегеніміздің айырмашылығы неде? Мысалы алпамыс батыр жыры болсын, Қобыланды болсын, Керқұлақты Кендебай болсын, бұл жердегі басты мотиві оны оқып отқан сол кезеңдегі қазақ
қазақ хандығының кезіндегі деп айтайықшы, бұрынғы көшпелілер оны былай оқиды да, ол әрқашанда қарапайым батырдың жасайтын іс әрекетін жасай алмайды. Ол одан да артық нәрсені жасайды. Суға салса батпайды, отқа салсаң күймейді. Сонда бір ерекше, мысалы, Сағат көзі сайын ашылғанша өседі. атымен бағанағы тез жетіп алады деген секілді. Сағат сайын өсу. Бұның барлығы қарапайым адамның бойында жоқ. Сонда бір сверхъестественный бағанағы қабілеттер Супер болғаннан кейін қабілет. бала жалпы кішкентай бала бұны оқып отырып соған еліктейді да, бағанағы көзсіз ерлікке. Яғни көзсіз ерлік, алпамыс секілді көзсіз ерлікке, бағанағы алдындағы жауға, бір қалаға жалғыз өзі бағанағы кіріп бару деген секілді. Сонда бір ерлікке тәрбиелейтін нәрсе, бір өте керек нәрсе. Бірақ та енді қазіргі таңда жаһанданумен, вестернизация саясатымен жалпы бізге Америка құрама штаттарындағы геройлар бізге қазіргі қазақ балдарына алпамыстан гөрі Человек-паук, бағана железный человек кішкене жақынырақ. Иә. Өйткені киномен, комикспен тағы да басқа заманауи құралдармен насихатталады. Бұл жерде біздің батырлардың әлсіздігі ма, әлде ол жақтың бағанағы қалай айтсақ болады, қазіргі заманауи болғаннан кейін ба? Ол жерде популярный болған менің ойымша ол дейтін бағанағыдай массовый продукттың әсері деп ойлаймын. Сосын бағанағыдай біздікілерде қатты ондай ол батырларды тарихтан басқа андай қатты көрсету тек қазір басталып атпаса, енді мен өзім бала болған кезде ондайды көрмедім. Мысалы, Исламия Махамбетті мен тек алаң ретінде білдім да. Одан кейін барып ол менің нағашы атам екенін деген сияқты, мысалы, руынан деген сияқты сондай нәрселер потом барып білдім да. Бала кезімде мен, мысалы, Человек-пауктың, мысалы, кім екенін білем, оның дядесінің аты Бен екенін білем деген сияқты. Уже бәрін білем да оны мен. Ол күшін қайдан алғанын білем деген сияқты. Ал ондай нәрселер бағанағыдай жазулар деген сияқты, немесе даже қарапайым мультфильм деген сияқты нәрселер ол кезде болған жоқ та. Қазір енді кішкене менің ойымша мультфильмдер бар сияқты қазір қазақша жақсы батырлар туралы, бірақ енді насихаттау жағы, жеткізу жағы жастарға оны білмеймін қандай болып жатқанын, бірақ қазір более-менее сияқты ол жағдай. Именно бірақ енді біздің жас кезімізде деп айтайын, енді мен де жаспын деп ойлаймын, бала кезімізде деп айтайын. Бағанағыдай енді біздер 2000 жылдары сол жылдары жүргенде бізде енді мультфильмдердің көбі орысша болды. Қазақшада аударылмаған болды да мысалы. И сол кезде бағанағы телевизордан ең көретініміз сол Человек-паук, Черепашка ниндзя, Конан Варвар бар, ол мультфильмде бар. Мен қарайтыным Лига справедливости болды. Ол Лига справедливости DC-дің мультигі. Бэтменнің, Суперменнің жалғасы. Лига справедливости Unlimited болды. Сол кезде мен ол кезде мен ол персонаждарды бірақ білетін болдым. Себебі мен оған дейін комикстарын оқып жүрдім оны. И ол мультфильмдер, ол комикстар менің қандай болуыма бәрібір әсер етті. Мен жаман мен жақсыны білгенмен ол жерде уже андай жаманның қандай басқаша түрлері бар екен, жақсының да бөлімдері бар екен деген сияқты, мысалы қарапайым сөзбен айтқанда сондай нәрселер бар екен байқадым. Мысалы алшыныст бар, анау мынау деген сияқты сондай түрлі жауыздықтар бар екенін байқадым да. И сол комикстар, мультфильмдер маған соны берді да. Осы мынау мысалы, мынау жаман болғанмен, бірақ ол жаман нәрсені жақсылық үшін жасаған деген сияқты. Мысалы комикстарды, сол кездегі комикстарды соның бәрін ашатын болды. Қазір кішкене цензураның кесірінен более детский болып бара жатыр. Ол да бар, ол да үлкен проблема, бірақ Черепашка ниндзя мысалы, да? Иә, Черепашка ниндзя басында енді ол жақсы. Негізі вообще ол Черепашка ниндзя пародия жақсы. Оған потом келерміз. Одан бөлек аниме мысалы қазір. Аниме менің естігенім бойынша банағы американдық солдаттармен бірге келген нәрсе да, Японияға. Иә, Японияға ма? Японияға ол жағын білмедім мен білетінім аниме ол дейтін Японияның өзінің культурасын дамыту мақсатында негізі мангадан басталған ғой. Мангалар черно-белый. Иә, мангалар черно-белый, потому что ол кезде олар соғыстан кейін Япония ұтылған жақта болды, репарация төледі, анау-мынау. Ядролық не болды, жарылыс болды, одан кейін цунами болды, тағы да бірдеңе. Көптеген катастрофаларда шыққан, сол кезде оларда қарапайым цвет краска болмаған ғой. Халықты есін көтеру үшін ғой, еңсесін көтеру үшін. Еңсесін көтеру үшін балдарға материал, жастарға, кішкентай балаларға тоже оқитын нәрсе болсын деп мангалар шыққан. Одан кейін барып ол анимацияға айналып, анимеге айналған ғой. Сондай. Иә, жалпы адамдарға қаншалықты қажеттілігі геройдың болуы. Мүмкін елестетсек, мысалы, герой жоқ деген сияқты бар, ол мүмкін ба? Менің ойымша ол мүмкін табиғи нәрсе.
әрқашанда жалпы болған герой дейтін түсінік. Ол тек қана қазіргі кезеңде емес. Мысалы ең бірінші бізге жеткен, мен қателеспесем, Месопотамияда бағанағы Гилгамеш бағана дастаны Гилгамеш, бізге иә. жеткен, иә. Мгм. Кейін комикске айналды деген секілді. Иә, ол- Геракл болсын, Иә. циклоппен қырылады, бағанағы Одиссейдің бағанағы жыры бар, Иә. Гомердің жырында мысалы, Иә. біздің Давид қола дәуірде сияқты, болған иә. оқиғаларда, бірақ қола дәуірден бастап жалпы адам табиғатта бір нәрсеге еліктейді, өзінен күшті, сондай ол кезде сиқыр, жалпы магияға, табиғаттың бір несіне сенген ғой адамдар. Иә, иә, супергерой дейтін понятие өзі болмаса да, Баяғыдан. соған теңеген мысалы Қиял ғажайып. полубоқтар, бағанағыдай сондай персонаждар әртүрлі тарихта. олар да супергеройлар Иә, олар да негізі. негізі супергеройлар болып. Иә. Бірақ ол кезде ондай понятие жоқ та, ондай түсінік жоқ. И соған теңеген бір ұлы нәрсе бар да. Әртүрлі мифологияда әртүрлі көрсетілген. Сондықтан бағанағыдай супергеройлар баяғыдан бар деймін ба? Қалай айтсам болады? Супергеройды бір атын, балам атын қалыптастырып алдық. Мысалы, бағана ең бірінші Египетте мысалы Ра, одан кейін бағана Осириспен бағанағы оның інісі кім еді? Екеуінің інісінің арасында соғыс бағана, одан кейін оның баласы атым қалып отқандай. Мысалы қазір комикс бойынша DC мен Marvel'дың өзінде де мысалы бір қызығы супергерой ретінде көбінесе мысалы DC банағы скандинав құдайларын герой қылып алған. Ой, Marvel скандинав құдайларын Тор сияқты ма? Тор, Локи, Один деген сияқты соларды. Ал DC грек мифологиясын алған. Геркулес деген сияқты персонаждар DC-де бар көбінесе. Екеуі сөйтіп бөліп алған. Сондай қызықтар бар да. Оларда да оның ішінде супергеройлар олар. Ол мифологияда мысалы сол тез жүгіру дегендер бұрыннан бар ғой да, там найзағайды басқару, отты басқару, суды басқару. Адам наным сенімі ғой, енді біреуді бір нәрсені түсіндіре алмаса, бір құдай болған деп есептеген, немесе там тағы да әртүрлі нәрселер, енді сен көп рет шығарсың ол жағын. Мен ондайға қатты білмеймін, просто менің түсінігімше банағыдай сол кезде тоже банағыдай бір құбылысты бір нәрсені түсіндіру үшін соны ойлап тауып, ол бір нені құтқарады деп оған жайлап мифология қосылып, ол уже статный уже құрылған персонажға айналған ғой. Сонда адам өзі бұрыннан өзін как слабый санайды, одан жоғары күш бар екенін біледі, и ол жоғары зұлым, и сол жоғарғы зұлымнан құтқаратын үлкен күш керек деген сияқты. Құттай инфантильный сияқты да. Ондай бар да. Ол енді мүмкін бүкіл адамның басындағы нәрсе ғой, бір нәрсе бар шығар, бір нәрсе не шығар деген сияқты. И адамның фантазиясына шек жоқ та. Адам ақылды болғаннан кейін, қиял ғажайып, көп нәрсені түсіндіре алмағаннан кейін. Мысалы, есіме түсті, Осириспен бағана оның інісі Сет. Осирис мысалы өлім құдайы, Сет дейтін құрғақшылық құдайы. Мысалы, Египетте Ніл өзенінің бойында, жалпы Ніл өзені оларда ондай өте священный дейді ғой, бағана өте қасиетті. Тіршілік көзі. Тіршілік көзі. Мынандай нәрсе да. Египеттіктер бағана Осирис, Ра, Анубис деген сияқты Осирис пен Сеттің арасында бір-бірін өлтіруі, бағана кейін барып Сетті Осиристің баласы Гордың өлтіруі деген сияқты нәрселермен нені түсіндіргісі келді деген кезде олар өздерінің айналасында болып жатқан түсініксіз нәрселерге өздерінше жауап берді да. Сол кездегі қиялы, білімі, салт дәстүр арқылы. Мысалы, Египетте біздегі 4 мезгіл болмайды, ол жақта құрғақшылық кезеңі, жаңбырлы маусым бар. Жаңбырлы маусым бұл Осиристің кезеңі, ал Сет бағана құрғақшылық маусымы Сеттің кезінде бағана құрғақшылық болады, халық қиналады, шөл болады деген секілді. Табиғатта құбылыстарды түсіндіруге мақсатында. Ал более кім Скандинавия халықтарындағы бағанағы неде құдайларда осы олардың кәдімгі вайпы айтамыз ғой, сезіліп тұрады да. Америка құрама штаттарында көбінесе технологиямен Железный человек сияқты ма? Капитан Америка. Экспериментпен, оның астында менің ойымша ғылым, технология, одан кейін барып бағанағы әскери сала деймін. Америка өзінің ең бағанағыдай ғылым жағынан дамыған мемлекет ретінде көрсету үшін сондай нәрселер. Психология өздерінің культурасында бағана әрбір неде катана болады деген секілді. Нарутоның өзінде де мысалы самурайлар бар да. Ниндзялар бар бағана. Самурайлар кейін сәл ғана көріледі.
какаге жиналған кезде Иә, самурай жерінде болады. иә. Яғни ниндзя қанша дегенмен ұлықтау ғой, өзінің мәдениетін түсіндіру. Иә, Ол жақта ол- мысалы ана олар Менде андай мысалы ондай қару болатын болса, бағанағыдай менде де үлкен анимация студияда болатын болса, типа менде неге Қазақстанның бағанағыдай қызық нәрселерін көрсетпеске дейтін тема ғой, ол деген уже мягкий сила мысалы. иә. Өте мысалы Учиха Итачидің бағана Гаматарасу дегеніміз, немесе Девятихос лист дегеніміз, кәдімгі Япония мифологиясында құдайлардың атауы ғой негізі. Олар әдемі жеткізеді да бағанағы кейбір нәрселерді интерпретациялап, заман талабына сай бағана жеткізеді. Бала сөйтіп өзінің культурасына жайлап қарай бастайды. Даже біз қараймыз ғой қазір. Біз соның арқасында бана сен мысалы Девятихос листтің бар екенін білесің де, ары қарай уже баланың сознаниесында ол бар нәрсе екенін біледі де, и потом оны мысалы тарихтан оқығанда немесе тәбірінен оқығанда ол біледі де уже ол нәрсені. Ол онымен таныс. И оған оны қабылдау оңайырақ болады да бағанағыдай. Аниме арқасында уже бүкіл мифологияны бағанағыдай елдің мифологиясын түсінік қабілеті жақсарады да баланың. Иә, олар получается өзінің несін, культурасын, өзінің бана мифологиясын комикс арқылы жеткізіп тұр ғой. Получается біздің ертегілерді соның несі қылып қабылдау бола ма? Қалай параллель сияқты. Мысалы біз ертегілер көп қой, сонда өзінің бөлек бана желаяқтарды мүмкін желаяқ таусоғар ма еді, кім еді? Таусоғар, көлтаусар деген. Көлтаусар деген сақтылар, иә. Вот сондайларды в целом бағанағыдай менде де өзім бір қызық болып комикс жазғам, сол кезде сол персонаждарды дамытқым келген. Сол тоже сондай. Ол дейтін негізі тоже үлкен бағанағыдай ең вообще в целом Қазақстан бойынша, мен вообще қазақ несі бойынша супер батырлар деп, супер геройлар деп айтқанда қазір көбі мысалы анимационный бағанағыдай студиялар немесе шағын комикс жасайтын компанияларда сол персонаждарды алып жатыр да. И әдемі ол. Менің ойымша оларды біріктіру, келтіру, жастарға жеткізу, менің ойымша ол әдемі тема. И сен айтып отқан темаңа толықтай келсем, ертегідегі. Именно басқа ертегілерді білмеймін, бана именно осы Спидстер сияқты банағыдай там сондай персонаждарды келтіруге болады деп ойлаймын. Именно жастарға бейімдеп комикс жағынан. Ол по-любому бірақ американдық үлгіде жасалады. Иә. Американдық үлгіде болғанда енді олар туралы, видите, канон сояқта да. Канон сояқта, иә. И Японияның да мысалы негізі супергеройкалары бәрібір анимеге, то есть комикске қарайды. Аниме ол бөлек жанр, мангадан шыққан, ол не істелген. Ал бірақ мысалы даже кейбір анимелер бар, My Геройская академия деген сияқты анимелер, оларда да банағы каноны бәрібір сол американский комикстерден шыққан. Енді пайдасы неде жалпы осында бір фантастика ма, фэнтезидің болмауы неге апарады? Мысалы, қысқаша бір эксперимент айта кетейін. Екі нәрсе бар, мен айтатын. Пайдасы, және біріншісі болуы керек, одан кейін пайдасы. Мысалы, болуы керек не үшін? Мысалы, Японияда қателеспесем, осы 90-шы жылдары ең мықты IQ мықты балдарды жинап алғанда, бағанағы ең мықты мұғалімдерді жинап, үлкен мектеп ашқан. Оларды кейін Жапония мемлекетін дамытатын тұлғаларды қалыптастырамыз деген. Мықты математиктер, физиктер, химиктер бәрі жинаған. Енді осылардың барлығы біз секілді N-ті тапсыратын имтихандар келген кезде өте төмен алған. Неге деген кезде ол жақта бағанағы әдебиет деген сияқты сабақтарды ол қатты маңызды емес деп оқытпаған да. Сөйтіп баланың бағанағы қиял ғажайыбы, ойлау кеңістігі, фантазиясы дамымай қалғанда баланың. Өте маңызды. Біз әдебиет жалпы оқу, аңыз дастандарды оқу адамның ой ұшқырлығын дамытады. Енді мынандай нәрсе бар. Одан бөлек осы Китайда үлкен жоба басталады құрылысқа байланысты. Бірақ осы Қытайда тұратын Қытай архитекторлары Қытай әкімшілігінің ойындағыдай құрылыстарды, үлкен ғимараттарды, зәулем ғимараттарды жасай алмайды. Ал оны басқа жақтан бағанағы Америкада тұратын этникалық қытайлық архитекторлар осы задачаны бағана не істеген, күштетіп шешкен, күштетіп идеялар берген. Неге деген кезде барлығы Қытай, этникалық Қытай. Неге деген кезде өйткені олар Америкадағы тұратын этникалық қытайлар бала кезден бағана қиял ғажайып ертегілерді, комикстар, тағы деген сияқты нәрселерді оқу өскенде олардың ойлау көкжиегі, креативность деген сияқты нәрсе артқан. Сондықтан тек қана бұл батырлыққа неге тәрбиелеу емес, одан бөлек адамның ой ұшқырлығын дамытады ғой. Адам қажетім ақыл болғанда, ақыл көптеген ырыққа
көнбейді да негізі. Сондықтан қиял ғажайыпты дамыту керек. Соның үшін қазақтарды дамыту керек. Бізде бірдемесе қияли кетшар дейді ғой. Қиял дейді. Қиял дейді. Бізде жалпы қиялдаудың өзі бөле біз консервативті болып қалғанбыз да. Негізі біз өте қияли халықпыз да, негізі ше. Конечно. Бірақ осы совет үкіметінің кезінде жоқ. Бәріміз бірдейміз, бай кедей жоқ деген сияқты. Балабақша, мектеп, университет стандартизация адамды стандартқа салып тастаған ба? Бұл тек қана өнерге, тек қана бір анимацияға емес, бұл өнерге, музыкаға, киноға, әртүрлі салаға ағып кетеді. Бірақ негізгі Советский Союз жамандап отырсың. Жамандап отқанда қалай бағанағыдай стандартизация болды деп жатсыз ғой, бірақ менің Советский Союздың мультфильмдеріне мультипликациясы мен ғашықпын. Ол мысалы ну погоди. Жоқ, мен қиялдауға байланысты жатқан. Олардың да өзі қиял ашпай ма не? Ну погоди, мен қалай қиялдайсың? Жоқ, меніңше любой ненің мультфильм болсын, банадай әдеби шығарманың сол заманына сай, сол басқарған құрылымына сай идеологиялар салынады. Цензура арқылы ол жерде қаншама нәрсе кесіліп қалды. Ну погоди идеология бар деп ойлайсың ба? Меніңше бар, мысалы банағы кімнің киген киімі, жаман персонажы уже, ол енді жеген тамағы, банағы сонда жүрген өлеңі, ан жақтағы банағы темекі шеккені бар, несі бар, банағыдай зарядка жасағаны деген сияқты. По-любому қарасаң, Советский Союз екен көрініп тұрады деген сияқты. Дұрыс емес жалпы, ұнамайды маған ну погоди. Біз өйткені түркілер көк түрікпіз ғой. Біздің көк түрік болғаннан кейін біз өзімізді жалпы түркі халықтары қасқырдан. Ал ана ну погодида қасқыр дейтін бір қоянды түсе алмайды да. Ал біздің қасқырлар қандай еді дейсің. Жоқ, ол жерде қасқыр мен қоян дейтін енді қасқыр мен қоян дейтін енді ол в целом төбелесуге болады мына жерде. тмд мемлекеттерінде қасқыр мен қоян ол дейтін бүкіл ертегілер нелердің көбінде сондай ғой енді. И сол мысалы менің ойымша ол Том и Джерридің әдемі Советский Союзда адаптациясы деп ойлаймын. Маған мысалы ну погоди қатты ұнайды. Мысалы Простоквашино қатты ұнайды Совет үкіметінің мультфильмінен. Тағы не бар? Негізі ол саяси үлкен құрал, мультипликация, әрине ол идеология бойынша банағыдай. Советтік идеологияны есі сезіліп тұрады ғой кәдімгі. Есі сезіліп келіп тұрады ғой адам. Бірақ солар енді бізді жасаған, бізді қалыптастырған сол мультфильмдердің де сол мультипликацияларында бөлшегі бар ғой бәрібір. Просто бір қызығы біздер сонымен қатар бана Человек-паук пен Черепашка ниндзяны қарадық та, сосын болар мүмкін осылай есеп маған тұрамыз. мысалы Черепашкада Шредер келген кезде дауыс бар деп бір дауыс келіп отырады бүйтіп. Анау емес, маған ана Черепашканы қайсы айтсам болады, смешной емес, анау 2000 жылғы ма? 2000 жылға более суровый болатын. Канализацияға бүйтіп соңында кадрға кіріп кететін ба, фух деп бүйтіп Черепашки ниндзя с нами, на-на-на-на-на-на дейтін да мультигі. Слишком. Жареных гвоздей не хочешь емес, екіншісі одан кейінгісі. Более суровый болған деді. Красный таққан кім еді? Рафаэль. Более суровый ғой. Негізі ол суровый дегенде, негізгі Черепашка ниндзя оригинал вообще суровый. То есть олар бөлімді көрсеткен, черно-белый комикс болған деген сияқты. Вообще негізі Черепашка ниндзя Марвелдегі Сорвиголова дейтін персонаж бар, Daredevil деген. Соған полностью калька. То есть пародия. Пацаны сияқты ғой, Жоқ, пацаны ол дейтін сюр ғой, ол дейтін супергеройкаға прикол. Пост-ирония олар. Пост-ирония ол уже. Ал анау Черепашка ниндзя, мысалы, Сорвиголовада клан Руки дейтін бар. Черепашка ниндзяда клан Фут, бәріміз білеміз. Клан Наги. Сорвиголова банағыдай жас бала кезінде, кішкентай кезінде химикатқа түсіп көз көрмей қалады да, басқа әбілеттері күшейеді. Черепашка ниндзя дәл солай 4 тасбақа кислотаға түсіп, олар супергерой болып кетеді деген сияқты бар ғой. Полностью банағыдай көшірген да. Учитель вообще крыса. Еще ренессанстық адамдардың аттарын қойып қойған. Ол Рафаэль, Леонардо, Донателло, Микеланджело деген сияқты. Көз көрмегесін көзін байлаған жоқ па екен? Помнишь, дайындық кезінде кімде көзін байлап дайынды Сорвиголова көзін байлаған себебі ол просто обычный нәрсе. Оқушы банағыдай комиксті оқып отқан бала немесе қыз ажырата алу үшін 4 черепашканы. Сосын оларда кезінде қаншама суровый болса да белдерінде банағы әріптер тұрады. М, Д, Р, Л деген сияқты. Чтобы персонажды ажырата алу үшін. И ЧБ болды да ол кезде басында повязка просто қызыл болды. Бәрінде негізі басында. Сосын банағы мультипликацияның кезінен ажырату үшін банағыдай цвет қойды. Еще определенный характерге байланысты цвет қойған ғой.
негізі қызыққандай не бар черепашка ниндзяда типа оружиялары бойынша. иә Оружиялары бойынша. Мысалы Леонардо ең спокойный, банағыдай ең серьезный, оған ең қару, ең сам острый қаруды, ең қауіпті қаруды берген ғой. Ал Микеланджело андай добрый, веселый, ештеңе тыңдамайды банағыдай, сондай болды да, оған ең қиын управлениесі қиын қаруды керек. оған соны нунчакты берген да. Рафаэльге мысалы сайды берген. Рафаэль ең ашулы, бірақ оған қорғанушы қаруды берген да, банағыдай защищаться етуге. Чисто сай соған арналған. Донателло мысалы ең оқымыстысы, ең банағыдай более продвинутый деген сияқты, оған тек обычно таяқ берген ғой. Криза десе криза ғой енді. иә Шредерді айтсайшы сен. Шредер енді ол қалай айтсам болады Шредерді. Просто Шредерді көріп атын қоя салған ғой. Иә, студияда банағыдай төрт черепашканың атын қойып тастаған, банағыдай Ренессанстың нелеріне, суретшілеріне. И сосын злодейдің атын таба алмай жатқан, сосын қасында бана қағазды құртатын құрал ғой Шредер деген. Қағаз салып жібереді, соны атын көргенде соны бере салған ғой Шредер деп. Просто содан Шредер болып кеткен. Сондай. иә Бэтмен вообще крыса дейсің. Жоқ, Бэтмен мен үшін Бэтмен мен үшін травмасы бар бала. ол енді Ақшасы бар бала. Ақшасы бар, травмасы бар бала, иә. Оны түсіндіруге болады. Бірақ Бэтмен мен үшін ең бағанағыдай менің ең жақсы көретін супергеройлар. Имам айтатын да Бэтмен туралы ше. Не айтады? Кавказда ше. Иә, жігіттер ме айтатын ба? Вот ақшасы бар деп. неге не істемейді деп па, донатитпейді деп па. Негізі по идее комиксті дұрыстап оқыса, ол Готэмда және Метрополисте бүкіл детдомдардың бәріне ақша құйып отқан, ұстап отқан негізі бана Wayne Enterprise дейтін компаниясы бар. Или там әртүрлі Wayne Incorporated деп айтады кейбір комикстерде, әртүрлі подразделениелер бар. Солардың көбінің мысалы бүкіл детдомдарды банадай қолдап отқан негізі сол Брюс Уэйннің компаниясы комикстерде. Ол жағын банадай ол имам білмейтін шығар деп ойлаймын енді. Енді ол бәрі вымышленный болғанмен банадай ол тек қана банадай тип ақшасын бәрін мен Бэтмен боламын, костюм киемін, мен бірінші шығарамын бандиттер деп жүрген жоқ. Ол былайда банадай Брюс Уэйн ретінде де көптеген қолдау жасап жатыр елге, то есть қалаға, елге деген сияқты бар ғой. И Бэтменнің бір маған ұнайтын қасиеті ол тактик та, ол деген немес. Мысалы ол Суперменді жеңген геройлардың қатарынан да бары 10 шақты персонаж Суперменді жеңген. Соның ішінде Бэтмен бар. Ол бірақ басында одан 3 рет па жеңіледі. И ол одан кейін банағыдай не істейді да, уже тактика ойлап табады, қалай жеңу керек, қалай дайындау керек, бәрін дайындап жүреді да. Сондай нәрселер ұнайды да маған. То есть любой нәрсеге дайын болу қабілеті ұнайды да, банағыдай поясында не бар жоқ, не жоқ білмеймін, бәрі бар. Әртүрлі комиксте әртүрлі нәрсе шығып жатады да. И сол нәрсесі маған Бэтменнен көп ұнайды. То есть любой нәрсеге дайын болу. Бэтмен сондай персонаж мен үшін. Неге қазақтың байлары ондай емес деп? Ондай байларды бар шығар, просто біз білмейтін шығармыз. Банағы не айттық қой, бойс, пацаны, одан кейінгі тағы нелер бар, пипец бар да? Пипец бар, стрекоза бар, стрекозец бар, стрекозец бар, сосын қазір Invincible деген бар, мультик анимационный шығып жатыр тоже, банағыдай уже постирония супергеройкаға қазіргі. Олар білмеймін енді қалай? Маған пацаны жестко өтеді маған. Екінші жағын көрсетті да, как шындап та шын өмірде болса қалай болар еді деген сияқтар ғой. Ол негізі ол нәрселер комикстің өзінде де бар, негізі DC-де де, Marvel-да да ол нәрселер в целом бар нәрсе жоқ емес. Банағыдай. Мысалы Marvel-да Гиперион дейтін персонаж бар. Ол Гиперион. Қазір кешегі ол часовой ғой, часовой. Гиперион дейтін персонаж бар. Ол бана Суперменнің көшірмесі Marvel-дегі. Тоже планетадан келген, істеген. Ол басына тоже герой болып келеді, андай типа, мықты, типа, андай не. Потом ол өзіне ұнамайтын нәрсе құтқармайды деген сияқты, похуй жүре береді деген сияқты. Ондай персонаждар комиксте де бар. Просто пацаны именно оны қарапайым халыққа, то есть комикспен қатты қызықпайтын, бірақ киноны көріп жүрген, комикс вселенныйды банадай сериалдарын көріп жүрген адамдарға түсінікті етіп, әп-әдемі еткізіп берді. И маған сол жағынан пацаны бірінші сезоны мысалы басында қарадым, то есть уқтай новый нәрсе ғой, свежий бірдеңе ғой деп, то есть именно сериал жағынан. Потом ары қарай уже маған наоборот комиксті банағыдай ұнататын адамдарға деген сияқты қарсы атака жасап отқан сияқты болып көрінді да маған. Сен ұнамай ма ол персонаждардың өйтіп жүргені, сен басқаша нәрсе істеші.
Басқа білмеймін, именно ана жерде именно маған пацанайдың ұнамайтыны олардың банағы отрядтардың аты қалай? Пацаны Жоқ, команда, пацаны дейтін ол противниктері ғой, супергеройлардың командасы. Семерка. Семерка, Супер Севен, Супер Севен, ол банағы Лига справедливостьтен полный көшіріп алған да. Чудо-женщина. Чудо-женщина, Супермен, Бэтмен, Киборг деген сияқты, Флэш. И менің сүйікті персонаждарым соларда. И мен олардың қандай азап шеккенін банағыдай оқығаным бар да, қандай қиыншылықтары болғанын, любой персонажға солай не істейсің ғой, енді бейімделесің, бана қарайсың, оқисың, онымен бірге кешесің бана ситуацияларды. И соған пародия жасап тұрғаны маған андай. Қалай? Білмеймін, как будто досыма прикол ұстап отқан сияқты болып көрінеді да, андай бар. И сол үшін банағыдай қатты ұнамайды. Бірақ басында бірінші сезонда андай жеңіл болды да, банағыдай кішкене пацаны. Ары қарай уже глубоко қатты кетіп қалды кішкене андай. Сол жағын ұнамай қалды. Сондай нәрселер бар. Иә. Өзі сол кезде Мститель адамдар жайлап шаршап жатырды да. Комикстан сонда жақсы ұстап қалған сияқты. В целом супергеройка толып кетті. Бүкіл лентаның бәрі, бүкіл шығып жатқан прокатта киноның бәрі сол кезде супергерой болып кетті да. И соған ответ ретінде шығарып тастады. Мысалы, Мститель финалдан кейін қалған фазалары да, одан кейінгі фазаларын Марвелдік вообще почти провальный. Стражи галактики екінші тахани болған сияқты негізі. Білмеймін, мен үшін провальный емес. Мен үшін история жалғасып жатыр. Любой нәрсенің пика олады, төмен түседі. Саясат не араласып кеткен сияқты бағана, меньшинство адамдау деген сияқты. Ол БЛМ-нің кезінде режиссерлар, сценаристер банағыдай жұмыстан шығып кетіп, не болып, сценаристердің бойкоты болып, ондай нәрселер болды. Ол нәрсе киноиндустрияда в целом болып тұратын нәрсе. 5 жыл сайын, 10 жыл сайын бұрыннан да қарасаң негізі ол нәрселер болып тұрады. В целом просто супергеройка тақырыбындағы болғасын, ол жерде көптеген миллиардтаған ақша жүргесін, ол нәрселер көп тарап кетті да. И миллиардтаған ақшаға жұмыс жасағысы келмей, бағанадай бойкот жасады да адамдар. То есть одан да көп ақша сұрап деген сияқты. Білмеймін енді, әркімнің жағдайы әртүрлі, ол жерде может одан да реально шынымен де ақшасын бермегендер де бар шығар. Ол жағын қатты зерттеп көрген жоқпын. Бірақ в целом енді комикстің сценарийін жазуға, мысалы комикс туралы киноның сценарийін жазуға материал деген қайтсам болады. Енді комикс 30 жылдан бері кетқасын, енді ол любой бір арканы алып, ішіне керегін алып, кесіп тастап жаза беруге болады да оны, менің ойымша. И бана айтып отқаның, просто фазада сен басынан келе жатқан, балет етіп кеткен персонаждарың жоқты ары қарай уже. Сен басынан бастап көріп кеттің, ол персонажда ары қарай ол персонаждар жоқ. Жаңа персонаж саған уже уақытың жоқ қарауға ол персонажды, қызық емес деген сияқты бар ғой. Комикс қарайтын адамдар, комикс оқитын адамдар, то есть оқитын адамдар ол персонажды біледі. И олар барады ол киноға. Ол негізгі банағыдай кинокомикстар изначально сол комикс оқитын адамдарға арналған деп есептеймін да, мен өзім әлі сөйтіп. Бірақ қазір енді многомиллионный бюджеттер мен Тони Старктарды қайтарып жатыр ғой, кімді, Дауни младшылар. Мен Дауни младшыды солғы бастап берген, Железный человектен бастап берді ғой. Жалпы популярный қылған, массыға шығарған Железный человектан. Жалпы массыға супергеройканы алып келген Темный рыцарь мен Человек-паук Сэм Рэймидің. Ноланның Бэтмені және Сэм Рэймидің Человек-паугы. Екеуі Тоби Магуайр түскен ба? Тоби Магуайр түскен. Бірақ одан кейін жалғаспай қалды олар. Жалғаспай қалды дегенде, осы екі кино шықты. Оған дейін мысалы Бэтмендар болды ғой. 90 жылдарға Бэтмендар мысалы. Шварценеггермен деген сияқты. Ол Бэтмендар банадай детский аудиторияға арналған да, в целом относительно детский. Чисто банадай маркетинг үшін, ойыншық шығару үшін деген сияқты в целом сондайға. Кстати, супергеройканың киноның ең главный несі кино болғанымен негізгі көп пайда табатын ол мерч. Соны тоже не істесеңдер болады, тақырып сұрап не істесеңдер деген знаю. И содан кейін банағы Сэм Рэйми Человек-паугы мен Ноланның Темный рыцарь шыққаннан кейін олар более приземленный болды персонаждары, то есть адамға түсінікті болды деген сияқты бар ғой. Шынымен де идеологиялары да әр адамға байланысты болды. И типа қарапайым адам түсіне алатын мақсаттары болды, жеңу банадай нелері. Содан кейін студиялар түсінді, то что супергерой туралы үлкен многомиллионный проект жасауға болатын. И кино комикс дейтін индустрия ол дейтін үлкен жатқан бір ашсаң бүйтіп алтын жатқанын көрді да. И сосын бірінші болып Нортонның халқы шықты негізі. Өтпеді бірақ. Өтті. Негізі
саған өтпеген шығар, білмеймін енді. мүмкін бірақ, әлемге өтіп біздің Қазақстанда не істемеген ба? Иә, Нортонның халқы, жоқ, дұрыс, Нортонның халқы болды. Сосын барып железный человек шықты. Содан кейін барып қайтып халық шықты. Бана халық қатысы жоқ мына халыққа. Мгм. Мынау вселенныйдағы халық. То есть, Мгм. и сосын барып уже ары қарай переместитель. иә, бағанағыдай жайлап таныстырып бастады персонаждармен Мгм. халыққа. И Марвелдың бір несі бағанағыдай жеңіп кеткен жері DC-дан сөйтіп персонаждарды таныстырғаны. Мм. Железный человек дейтін кім ол? Короче, комикс қарамайтын массаға таныстырды. Иә. Ал DC өйтіп істеген жоқ. Мм. Бірден бастап. DC железный человек біздің Суперменді көрсетті. Негізі в целом DC-де бүкіл нәрсені бастайтын Супермен. Мгм. Алғашқы супергерой да, әлем бойынша алғашқы кәдімгі официальный супергерой деп Супермен болса. Комикс бойынша, иә. Иә, бірақ комикс одан бұрын шықты. Одан бұрын басқаша комикстер болды, газеттердің артында комикстер, содан шыққан нәрселер. Ал ең бірінші бана супергерой деген сөз Суперменнің атынан шыққан ғой, супер деген сөзінен. Мм. Содан ары қарай супергерой болып кеткен бәрі. Мгм. В целом. Супермен шықты бірінші, экшн комикста, одан кейін Бэтмен шықты, детектив комикста, арасында уже сосын Марвел шықты, Капитан Марвел болды. Капитан Марвелді потом Марвел соттап ұтып алды атын, ол Шазам болып кеттік. Сондай нәрселер болды да. Иә. Ол кезде әртүрлі, мысалы Дитко бар, кім Стэн Ли бар, екі комикста бүйтіп. Джеймс Ганның несі қалай? Супермен ұнай ма? Джеймс Ганның Супермен маған өткен сол Супермен. Кевилл қаншама божественный болғанмен, кәдімгідей Кевилл кәдімгі Супермен болғанмен, Иә. Джеймс Ганның Супермені мен білетін Супермен. Мм. Комикстағы Супермен. Қандай веселый, добрячок, бағанағыдай любой нәрсеге дайын тұратын, түсінбейтін, кішкене шаятын, сондай Супермен. Комикста ол сондай. Комикста ол құдай емес, бағанағыдай. Мұнда құдай ғой кәдімгі. Иә, Зак Снайдердің версиясында ол кәдімгі полубог сөйтіп көрсетеді да оны. Ондай да версиялар бар Суперменнің. Бірақ өйтіп көрсеткен Супермен ол қызық емес маған. Ол неуязвимый ғой. Менің Суперменім емес ол деп айтайыншы. И мысалы өйтіп мен Аффлек туралы айта аламын да. Аффлек те менің Бэтменім емес деп айта аламын. Сен қайсысы Бэтмен? Бен Аффлек. Менің Бэтменім негізгі Ноланның Бэтмені. Сосын қазіргі Паттинсонның Бэтмені тоже жақсы. Ол детективный жағын жақсы ашқан Бэтменнің. Негізі Бэтмен комиксі сондай. И бұл жерде Бэтменнің алғашқы қадамдарын істетті да, бана год первый көрсетті да, комикста Бэтмен год первый, год второй, год третий дейтін бар. Сода год первыйды алғанда основа ретінде, бірақ шын өзгертіп жүрген бір шама нәрсені енді. И сол Бэтменді көрсетті. Джокерлерден қайсысы жақсы? Джокер, Хит Леджерден жоғары Джокер жоқ әлі. Жоқ, комикста сондай ма ол? Неше түрлі Джокер бар ғой негізі. Комикста негізі осы күні кешеге дейін, күні кеше дегенде уже 10 жылда оқыған бар. Не болды? Бір арка болды үлкен. Бэтмен дейтін бағанағыдай космоста бағанағыдай құдай бар, бағана все знающий. Соның тронына отырады. Оған Супермен отырады, ол отыра алмай қалады, бағанағыдай шыдай алмай қалады ана білімнің бәріне. И Бэтмен отырады. Бэтмен отырады, отырып алады Бэтмен. Оған контролер барады. И сол кезде Бэтмен бағанағыдай осы күнге дейін үш түрлі Джокер болғанын біледі да. То есть әр түрлі Джокер бар. Қайсысы екенін білмейді. И мысалы даже кешегі Джокердің киносы бар ғой. Ол жерде Джокердің аты бар, бағанағыдай жұмысы бар. Хоакин Феникстің бағанағыдай персонаж ретінде бағанағыдай историясы бар да. Комикстағы Джокерде жоқ. Комикстағы Джокердің атын ешкім білмейді әлі. Әртүрлі Джокерлер бар, подражательдер бар, аттары болған. Бір-екі біліп, Джокердің аты деп ойлап отырасың, на самом деле ол потом подражатель болып шығады да, комикстан. То есть ол официальный Джокер емес, то есть бана копикат жасап жүр да, көшіріп жүр, образын ұрлап кеткен деген сияқты. Что-то вампир Джокер бар, который. Ол вампир Джокер дейтіндер, ол басқа вселенная вообще. Сойтам, түрі. Комикстің, мысалы, DC-да, мен енді более DC-де жақсы көрем. DC-да 52 планета жері бар деп есептейді. Нью-52 деп аталады қазір, сондай 52-ші планета деген сияқты. И солар бәрі бір уақытта, бір таймлайнда, әртүрлі жерде, әртүрлі вибрацияда ойнап тұр деп есептейді. Бір үлкен ненің ішінде, спидфорстың ішінде, бана флештың спидфорстың ішінде. И флеш соның арасында, вибрацияның арқасында параллельдік өше алады, яғни. И банадай технологиялар бар, телепортация, сондай нәрсенің бәрі бар ғой енді. Мысалы біреуінде бана Гитлер ұтып кетті, банадай. Чисто нацистер тұрады, біреуінде чисто союзге арналған мемлекет, допустим. Супермен бана Союзге құлаған деген сияқты бар ғой. Красный сын дейтін комикс бар.
Супермен сол кезде бана Сталиннің қасында бірге типа кореш болған, родной болған деген сияқты комикстер да бар да мысалы. Ол енді бана жазушының фантазиясына байланысты ғой уже, и бана студияның немесе DC-дің давай шығарайық дейтіндей да мысалы. Давай кеттік баса бер деп айтқанына байланысты да уже. Қазіргі Марвелда мультиверс сияқты нәрсе ғой, Иә, мультиверс в целом тоже сондай нәрсе, мына доктор Манхэттен бөлек вселенная ғой да, бөлек. Доктор Манхэттен негізі Watchmen, DC ма ол? Watchmen бәрі в целом қазір детектив комиксқа кіреді, DC-ге кіреді. DC-дікі жақтық Роших па қайт? Роших, Watchmen ғой, бүкіл часовыйлар, Watchmen, компашканың аты Watchmen деп аталады. DC-дің ішіне кіреді ғой да. DC-дің ішіне кіреді, мысалы даже Люцифер дейтін сериал көрдіңдер ма? Иә. Люцифер тоже DC-дің вселенная кіреді, мысалы. Константин тоже DC. Мысалы, кезінде Ерсақан жақсы көретін Константині негізі DC-дікі мысалы. Shout out to Ерс. Киану Ривз топ. DC-да. Ол кезде мысалы қарағанда, мысалы сендер яғын білген жоқсыңдар, ол Константиннің DC-дік екенін. Бөлек как не болды, как кино. Блейдті Марвелдік екенін білген жоқсыңдар деген сияқты. Ол мысалы Блейд мысалы Марвелдің персонажы тоже. Доктор Стрэнджде аналогы бар ма DC-де? Бар, Доктор Фейт деген персонаж бар. Ол аналог емес, наоборот, Доктор Стрэндж кім-кімдер ұрлаған негізі бір-біріне ұқсайды ғой геройлары. Негізі әртүрлі, көбінесе коллаборация жасаған кездерде Стэнли негізі ең бірінші ойлап тапқан сол ма? Кімді? Жоқ, комиксті ма? Жоқ. Жоқ, ана не айтамын, геройларды. Кімнің геройы бірінші шықты атқан ғой? Например, қай геройға байланысты? Супермен бірінші шықты ма, әлде Капитан бағана Америка бірінші шықты ма? Супермен в целом бүкіл персонаждардан бірінші шыққан персонаж. Оны кім жасаған? Суперменнің суретшісін мен авторын ұмытып отырмын қазір. Есімде жоқ, шын айтсам. Детко екен. Жоқ, Стэнли неге популярный деп жатқан ба? Қатты сондай. Стэнли Человек-паукты ойлап тапқан. Ол дейтін Человек-паукты ойлап тапқан сол, фантастический четверканы ойлап тапқан сол. Ойлап тапқанда енді Диткомен бірге салды, там әртүрлі художниктер. Сол кезде ол банадай комикс 3 бар, банадай Серебряный век, Золотой век деген кездер бар, комикстің өзінің банадай поколениясы. И сол Золотой векте ол Marvel студиясының басшысы болып отырды. И Золотой век популяризация кезінде ол Стэн Лидің атынан шықты бүкіл комикстің артында created by Стэн Ли деп жазып тұратын болды. И содан ол Стэн Ли өте қатты, мен қазір андай комикс қарайтындар, комикс оқитындар, не айтып өт дейтін шығар. Типа шатасып отқан жерлерімде бар шығар, енді просто мен қазір көптен бері не істеген жоқпын. Бірақ сол атырда сенен қатты білетін ешкім. Қой бар құрсын. Стэн Ли сол кезде популизм деп айтсам болады шығар, популярность мықты да, и уже медиа личность болып кетті да ол комикске қатысты. Мысалы Джобс сияқты ғой, типа қасындағылары ешкім білмейді, возниктарды білмейді ешкім деген сияқты. На самом деле тоже көптеген суретшілер жұмыс жасады. Человек-пауктың өзінде жасау үшін мысалы тек қана Ли емес, қасында 3 художник болды как минимум деген сияқты ғой. Мысалы Человек-паукты шығарғанда мысалы Стэн Ли айтқан кезінде басында идеямен Марвелге барғанда олар типа қумандар өрмекші ғой, қуасыңдар ма, қалай ол бала дейтін қорқады ғой одан деген сияқты ойлар болғанда оған. Давай онда разноцветный қылып істейік деген ғой. Содан бастап анадай өрмекші типа нормальный нәрсе, ол үйде бағады, добрый деген нәрсеге уже адам психологиясын баланы бейімдетті мысалы. Сондай нәрсе. Бірақ оны Австралияда көрсетпейтін бар да. Мысалы түсірілген 3 Человек-паук бар ғой, мысалы кино ретінде қайсысы саған ұнайды? Гарфилд более каноничный. Гарфилдтың Человек-паугы сол неге алып қалмады негізі? Неге? Марвелге. Ол мындай тема. 2000-шы жылдары или 90-шы жылдары ма Марвел банкрот болып қалды. То есть и сол банкротстводан шығу үшін ол персонаждан сатып жіберді. Мысалы Фокске Люди Иксті, Человек-паукты, сосын Фантастический четверканы, сосын Блейдті, сосын тағы да Universalға Халкты лицензиядан сатып жіберді анадай. В целом бүкіл комикстан басқа қалған нәрсенің бәрін солар жасайды. Мерч болсын, не болсын, мультфильм болсын, кино болсын, ойыншық болсын, бәрін соларға сатып жіберді правасын түгелімен. Сол правалардың арқасында ары қарай Marvel өмір сүрді. А DC өйтіп істеген жоқ. DC полностью Warner Bros.пен бірге до конца басынан бастап кетір, әлі кеті солай. Асықпай кетір, асықпай кетір дегенде негізі жақсы. Яғни DC-ді жамандамаңдар DC-ді. Негізі бар ғой, DC алмайды шығар. DC-ді түсіну қиындау сияқты, чем Marvel қарағанда. DC-де мен андай DC-дің фанаты ретінде DC-дің анимационный вселенная бар. Андай немес мультфильм ғой, андай мультвселенная бар. Мультивселенная емес, мультвселенная. Сол жерде DC-ді жақсы ашқан. Ол
қызығы ол прокатқа шыққан жоқ, не істеген жоқ, просто дискіге шығара салды олар. Мм. И сол сол вселенной более сол персонаждарды жақсы ашады ол жерде. Мгм. Соны қарауға кеңес беремін. Қараңдар. Бірақ Бұл менің жерде ойымша 10 ба 15 ба. Марвелдің геройлары жиналып DC-мен қырылатын болса, DC-ді айырып тастайтын сияқты. Ондай бар сияқты ғой комикстер. Ондай комикстер бар, жетеді, мәшаптар бар, коллапс. Кімдер жеңеді екен негізі көбінесе? Кімнің фантазиясы мықты сол жеңетін ба? Иә, кімнің издательствосы шықты сол жеңетін шығар. Кімде ақша В көп? целом негізі банадай негізгі статистика бойынша менің енді банадай превзятыймын, енді бәрібір не істемеймін. Марвелдің DC-ден ұрлаған персонаждары өте көп. DC-ден ұрлаған. Иә. Өте көп. Біршама. Мысалы, Доктор Стрэндж тоже Доктор Фейттен кейін шықты, 2 жылдан кейін деген сияқты. Сондай нәрселер бар. Бірақ DC-де де ұрлады Марвелдің. Мысалы, Паук дейтін персонаж бар DC-де. Ол андай ұры. Бір қызығы андай бар да. Ұры персонажды Марвел ұрлады ма? Жоқ. DC Человек-паукты в целом концепциясын ұрлап, ұры Паук дейтін персонаж шығарды. Иә. Сол банадай Хукпен шығады, немен емес, паутина шықпайды. Иә. Хукпен жүреді тоже былайынан. Иә. Бірақ ол ұры. DC-ден бір қызығы Марвелдің персонаж ұрласа, оны злодей қылып шығарады. Көбінесе, то есть андай иә, сондай сияқты ғой, негерлап кетті нәрсе ұрды айтады. И сондай қызықты персонаждар ұрды, тоже типа а Марвел өйтіп істемейді. Марвел когда как, әртүрлі. В основном Женщина-кошка қай жақтікі? DC ма? Женщина-кошка Марвелдікі, просто кошка DC-дікі. Просто женщинасын алып тастайтын болып тұр, Человек-пауктың человегін алып. Бір қызығы женщина-кошка екінші шықты кошкадан. Короче, түсінікті, короче, кім-кімнен ұрлаған. Қазіргі уақытта мысалы бар ғой, қазақи мифологиядан қайсы соған мықты не болар еді? Қалай, типа, наша ответка емес, кәдімгідей реально самостоятельный персонаж болады. Қазақи дегенде білмеймін енді. Мен Қазақи емес, даже түркі деп па. Мен үшін мысалы Железный человекке аналог ретінде мен алтын адамды айта аламын. Спидстерларға, мысалы Флэш, Ртуть дейтіндерге, мысалы Жел аяқ бар деген сияқты. Сол персонаждар мен үшін ең маңызды, бірақ ана тау соғар, көл шер деген сияқты. Көл таусар ма? Ол персонаждарды қатты білмеймін. Бірақ оларда да мүмкін болады шығар. Маған қызық нелер бар ғой. Төрт малдың пірлері, солар қандай супергерой болар еді? Чисто сиырларды басқаратын дейді. Почему нет? Мысалы Аквамен балық басқарады тек қана деген сияқты ғой. Ол бүкіл су асты әлемінің жануарларын басқарады. Бірақ андай персонаждар бар, типа африканский, мысалы амулеті бар, DC-де персонаж бар, амулетін басады, типа амулетіне басқанда, мысалы маймылдың күшін береді, қоянның күшін береді, тез секіреді. Жеке мультик есіме түсіп кетті. Сондай сияқты типа. И сондай персонаждар бар. И почему нет? Типа төрт түліктің бір банадай бір пірі болатын болса, тоже почему нет персонажа болады, әдемі персонаж болады. Малмен. Просто мал. Сөйтіп істеуге болады сияқты мен. Енді төрт түліктен бірдей күш қой, енді ол жерде андай не жоқ та, типа төртеуде бірдей ғой. Қатты не жоқ деген сияқты. Жоқ, негізі банағы по идее неде амулеттерде бар ғой, тоже қошқар бар, бұқа бар деген сияқты. Иә. Сондай нәрселерді тоже қошқар мен теке бізде самый топ дейсің. Қошқар мен теке. Иә, мен ойлаймын, оларда да негізі супергерой сияқты сенген ғой, пірлер деген бар ғой. Или там нелер бар. Желеп жебеуші ғой. Желеп жебеуші, аңшылардың пірлері бар. Білмеймін, егіншілердікі бар ма жоқ па білмеймін. Әйтеуір түркі халықтарында бар екенін білем. Бірақ оларда басқаша формада келтірген. Көп сияқты ғой ондай негізі. Просто соны жазып жеткізу керек шығар деп ойлаймын енді. Ондай супергеройка дегенде енді в целом андай келтіру дейтін любой, по идее, даже қарапайым, даже тарих шында алуға болады мысалы. Онда да герой қылуға болады супергеройкада. Ол дейтін андай немес, ол жерде андай обязательно, чтобы суперсилы болу керек деген емес қой. Даже Бэтмен мен Железный человекті айтады да. 100 мың зарплата семьясын асырап жүр. Суперсила. Суперсила. Еще Жақсы. кредитор 100 мың деп па. И спағандай ғылыммен, қазіргі цифровизация заманымен, түрлі персонаждар ойлап табуға. Мен үшін супергеройский темамен кетпей,
өзіндік нені шығару сияқты, аниме сияқты өзіндік бір жанр ма, қалай айтсам болады. иә енді Типа бірнеше батыр бар мысалы, бірақ әрбірінің өзінің қылышының ерекшелігі бар деген сияқты. Біреу мерген, біреу мықты деген сияқты. Типа өзінің орыстың үш ерекшелігі. батыры байтария сияқты ма типа. иә ол да үлкен франшиза ғой Ол негізі. да үлкен франшиза, По вообще идее, олар кәдімгі- өзінің идеологиясын сөйтіп СНГ бойынша Ана таратып жүр негізі. көрдіңдер ма, не түркі халықтарын жаман көрсетеді ғой. Иә, ол да, Муланда да Тургарин. сондай. А жоқ, нет. Тугарин змей. Тугарин змей бар, үш Иә. басты айдаһар. Жоқ, ана кімдер? Печенектер емес, кімдер еді оларда? Печенектер, Тугарин печенектер. змей дейтін персонаж ғой ана мұртымен, а змей горыныч дейтін ол мынандай айдаһар. Иә. Иә, біздер мысалы мен қарадым бар ғой, мен бірақ ойыма кіріп шыққан жоқ олардың не Мулан екені. мысалы. Біздің Мулан. ата-бабаларымыз екен ба? Иә. Мысалы кезінде Муланды қарағанда да тоже бана вообще типа ана келіп тұр қақ баралар, біздің ағаларымыз, Наоборот, біздің жауымыз сияқты болып Иә, көрінді. потому что сен Муланға болеть етіп отырсың ғой, сен Муланды көріп отырсың да. Иә. И сондай да, ол қалай бана история пишет победителей деген сияқты темадан шығатын шығар ол деген. Мүмкін. Иә, ол уақыт керек қой, жетіледі. Иә, оған. Піседі. Ол жерде енді шынымен де солай болғанда олар, болмағанда олар енді ол мифология, мультик банадай тоже ол дейтін. Ол жерде Байланысты. Муланның тарихы ол дейтін негізі банадай вообще басқаша екен ғой. Қытай мифологиясында кәдімгі үлкен рөл ойнайтын персонаж екен ғой. Иә. Мультфильмде де кезінде Қытайда запрет болған, Қытай прокатқа шықпаған ол мультфильм, потому что тоже қытайлықтың бірдеңелерін чувстволарын задели какие-то Иә, сияқты иә. нәрселер болған екен тоже. А біздің кезімізде Мулан кайф. Четко. Иә. Еще оның киносында да банағы нелерді қазақтар сомдаған ғой бана. Иә, наматты ма, иә, Наматстан. наматстан ойнады, не істеді ғой, шапты ғой, андай не да. Подтвердил да еще. Латинский бана мультфильмдер өз жанрлар бар да, рисовкасы бағанағы да. Бағана Латинский? Мана нелер бар ғой. Латиноамериканскийлар ма, Типа- типа? Андай нелер болады еді ғой. Неге байланысты? Гитар тартатын бала. Тайны Коко ма? Тайны Коко. Тайны Коко. Соларға ұқсайтын нелер көп қой, мультиктер. Енді ол жерде ол мультфильмнің стилистикасы бір ғой, просто история. Олардың барлығы Pixar, по-любому американецтер ғой. Просто испания говорящий мемлекеттердің Өтеді да оларға. Біз сезіліп тұрады ғой вайптар. енді типа біздікілер білмеймін, шапанда жүріп андай киіз үйме атпен шауып жүру керек па, вайп сезіну үшін, енді қалай айтсам болады білмеймін. Ол тоже банадай не да, исторический контекст алу да уже. Сен уже исторический контекст ол жерде бәрібір керек қой, бірақ андай қалай түсіндірсем болады, соған давить ете беруде де қате сияқты. Бізде андай болған, бізде мындай болған. Ана өздеріне сезіліп жатқан ғой, бағана қызық нелері. Гавайи аралы бір мультик бар еді баяғыда. Пришелец түседі да. Стич. Лило и Стич. Лило и Стич. Оны айтады. Өйтіп те істеуге болады ғой, почему нет, ол қатты немес қой. Олда да софт пауэрдың бір түрі сияқты да. Иә. Просто культураның көрсетуі ғой, мысалы. Бізде қазақта ондай мультиктер жоқ па әлі? Неужели жоқ? Бар сияқты мен ойымша. Біздер енді қазір мультфильм қойып бара алмайтын шығармыз сондай. Жоқ, бізде әлі процесс становления тек қана 30 жыл болдық қой. 30 жыл болды. Біздің бана еншімізде мүмкін Совет одағы кезіндегі түсірілген мультфильмдер, мультипликациялар болуы мүмкін. Бірақ енді қалыптасатын сияқты. Бізде анимацион студиялар енді ашылып жатыр мысалы ғой. В целом қазіргі жастар более қазақи нәрселер киіп, идентификация дейді, қалай бана өз-өзін идентифицировать ету енді басталып отыр ғой банадай. Қазақи ою-өрнекті күнделікті киюге болатынын банадай в целом атрибутикасын пайдалану ретінде вообще в целом енді басталып жатқасын жаймен келетін сияқтымыз оғанда. Иә. Андай анимация дамиды деп ойлаймын, ол бәрібір керек нәрсе, и Қазақстанда жайлап келе жатыр. Комикс, по крайней мере, қазір 3 па комикс студия бар Қазақстанда. Хан комикс ең древний, ең жақсысы, қазір анимацияға көшті. Солар бана батырлар туралы, желаяқ туралы комикстер бар, олардың қарасаң болады, оқыпсаң қызық болса керек. Мен просто қазір басында бір-екеуін сатып алып оқып көргем, қатты өтпей қалды, и поэтому дальше қоя салдым. Сол батыстық шаблонмен кетіп қала ма? Жоқ, ол жерде маған наоборот сол батыстық шаблон керек болды да сол кезде. Современный кез деген сияқты. Неге өтпей қалды жатқан ғой? Банадай тарихи ескі кезді көрсеткен да ол кезде, банадай. Қазақтың ауылы деген сияқты сондай сияқты нәрселерді көрсеткен. И маған наоборот ол кезде мен енді нешеде болдым, 15-16 болған болар. Может одан үлкен. И маған наоборот современный қалада қазіргі ситуацияда қалай болып жатыр
типа не істей алады деген сияқты қазіргі кезге адаптациясы қызық иә болды. адаптациясы қызық болды сол персонаждардың. мысалы трансформерді маған ұнайтын себебі әртүрлі кез Египетпен бағанағы король Артурдың кезімен бүйтіп Бүкіл тарихи моменттерге Иә. байлап тастаған ма? иә ол динозаврлармен алғашқы адамдармен иә. ана күшті да кәдімгі. Иә, Әдемі автобот пен шынымен де, десептикондардың может арасында. біздердегі бағана қаруларды шынымен де бір пришельцер әкеліп тастаған шығар деген Иә. сияқты бір сандырақ ойлар келіп қалады кейде. Менде мысалы бағана трансформерлер факт айтпақшы просто ойыншықтың рекламасы негізі. сол айтып күшті шығарған да. Hasbro дейтін ойыншықтар бар. Мм. Машинкалар бар. Иә. Соның ойыншықтың рекламасы ретінде бір мультфильмдер пайда болған. Типа Қысқа мультфильм. рекламный мультиктер. Иә. 2 минуттық, 3 минуттық, потом ол үлкен мультсериалға айналды, потом франшизаға айналды. Бэй келді. Потом барып бой келді, Баба Ахтетті кино Иә. қолжетті. Меган Фоксты қосты да. Кімді қосты? Шайа Лабаф. Шайла Бафты қосты, ол қуып кетті дейсің. а бірақ енді самый одан бөлек культ енді не ол Гарри Поттер. Ол комикс деп айтуға келмейді, бірақ как персонаж, супергерой ретінде Да. кітап оқуды қайтадан Супергеройдың критерий ретінде типа келмейді оған келмейді. негізі келмейді по идее, бірақ культовый персонаж ретінде банадай уже біршама рөл атқарады. Мен мысалы даже бана айтып отырсың ғой, типа трансформер сияқты деп банадай персонаж деп мен мысалы өзім андай кезінде құрастырған персонажым бар. Менің сол кездегі персонажым эксклюзив. иә типа тарихшы бала. Типа и ол алтын адамның сауытын табады банадай Қазақстан Атыраудың жерінде бана сарайшықта деген сияқты типа нелер бар. Сауытын ба, амулетін ба? Жоқ, сауытын банадай раскопкада кәдімгі ағаймен бірге ол практикаға барады, ағай табады. Жүніс қой, короче. И сол персонаждың бана несі сауыт банадай немес та. Сауытын бана ұстап қалады, раскопканың кезінде ұстап қалады, сосын анандай уже типа не істеп кетеді. И потом оған сол туралы жазады, анау мынау бана диссертация қорғайды деген сияқты. И оған түстер еніп жүреді әртүрлі. Бұрынғы кездер. И ол ойлап жүреді, типа мен көп оқып қойғасын бірдеңе деп. А на самом деле ол бана сол сауытты бұрын сақтың кезінде киген типа батырдың несі да, воспоминаниясы көріп жатады да типа. И сол кезде бана сауытты аспаннан түскен алтынды жасап беріңдер мына батырға деп айтады типа. Ол банадай сол сақтың кезінде аспаннан түскен деген сияқты. Сондай тарихи нәрселерге мен тоже байлап қойғам кезінде, қызық болып маған бар ғой. Потом ол қате болар деп те ойладым да, банадай тарихқа өйтіп кіру деген сияқты бар ғой. Сен сол туралы ойыңды айтып жіберсең. Білмеймін. Күнбасты адамнан келді ғой негізі. Айтып жіберсең. Мифология, фантастиканың бір жақсысы, фэнтезидің өзіңнің правилаң болады. Оған ештеңе дей алмаймын. Мысалы тарихи мысалы романдардың, кинолардың бір жаманы өзіңнен бірдеме қосып жіберетін болсаң, мынау дұрыс емес қой деген сияқты шығады да мысалы. Ал фэнтезида, фантастикада Байлай бер бәрібір. иә байлай берсің. Я так вижу, я художник. Ол менің вселенныйым, ол басқа жерде вообще сен ойламай қой деп. Иә, жоқ бізде правила осындай деген сияқты. Я в целом комикстің бәріне солай ғой, мысалы. Екінші дүниежүзілік соғыста да мысалы Капитан Америкалардың шауып жүргені, Чудо-женщинаның бірінші дүниежүзілік соғыста шауып жүргені деген сияқты нәрселер. Переплетать етеді ғой историяны. Короче, логиканы сөндіріп бересің ғой. Сол вселенныйдың логикасына кіріп кету керексің ғой уже. Вселенная жалпы қалыптастыру жақсы ғой. Игра престолов болсын, Властелин колец болсын, Гарри Поттер болсын. Адамдар солармен ауырады, уақыт өткізеді. Жыл сайын қайталап қарайды деген секілді мысалы. Мен мысалы типа маған қазір DC-дің любой киносын бірге қарайық десем мен қайтып қарауға любой момент дайынмын да. Шаруам тұрса да мен типа Ноланның Бэтменін немесе там даже Снайдердің Лига справедливости DC-де мен Режиссерский версиясын ба? бірақ енді любой нәрсе, любой фантастика, фэнтези болсын, бір нәрсеге байлану керек та мысалы. Основасы. Мысалы, өйткені бағана сенің сауытыңды пришельцер әкеліп тастайтын болса, ол қатты өтпеуі мүмкін да. Ол сауытты әкеліп тастаған жоқ олар. Жоқ, мысалы айтып отқаным ғой, біреу әкеліп. Ал жоқ, оны бағанағы түркілердің ата бабасы сақтарға байлайтын болса, оны бағана әлемге өтпесе де сол түркі халқының баласына өтуі мүмкін. Өзімен ассоциация бағана келген кезде мысалы да. Андай ғой, типа аспаннан түскен алтын деп айтылады да, типа, то есть просто металл түскен, и ол бана күшін, бана батырдың күшін өзіне сорып, соны күшейту арқасында жиналған энергия болып саналады да банадай. Метеорит болып түскен ба? Иә, негізі метеорит банадай. То есть метеорит болғанда ар жағында развязка бар, әртүрлі кіші. Метеоритте де бар ғой. Айтайын деген бір жақ фэнтезиде өзің не істейсің ғой, заңдылығын қойып аласың. Бірақ бір басты нәрсе өзіңнің қойған заңдылығыңа өзің қарсы шығып кетпеуің керексің. Бағанағы не бар ғой, Властелин колец самый не
бағана жаяу барды қиналып соңында барып бүркіттермен алып кетті ғой бағана. Иә. Неге басқа сөйтіп бара салмады деген сияқты. Жеңіл Әрине жүзіп ол- бармайды олар вообще. В целом картаны Иә, қарасаң мысалы, су тұрады ғой, бүйтіп айналып спокойно жетіп алуға болады. деген сияқты ғой Иә. бағана. Сондықтан желательно өзінің заңдылықтарыңа өзің қарсы шығып қалмасаң. Бір қызығы комикста заңдылықтарда осындай өзінің заңдылықтары бар деген сияқты нәрсені бұзатын көп нәрсе бар. Бірақ оны потом каким-то ситуациямен, немен бірдеңемен басқа параллельный вселенная, ол сендер шатасыңдар. Бұл канон емес, бұл не, бұл отдельная история, бұл не деп андай. ойлап таба сала ма? Иә. Просто ол жерде бағанағы жазушының бергісі келетін нәрсесінде сол именно солай болу керек болса, бәрібір өткір. То есть, например, даже мысалы Супермен мысалы басында ұша алмаған деген сияқты бар ғой. Просто суретшілерге лень болғанда секірте беру қайта и ұшып кетті алды ол. На самом деле ол өзінің оригиналында типа ұша алмайды ғой, секіріп жүреді. Халық сияқты. Иә, типа халық сияқты. Халық по идее Суперменнің копиркасы ол бір жағынан да. Бірақ басқаша кішкене. Салмон Гранди мен Суперменді қосқан, и бірақ типа сұр краска болған, сұр красканы Марвел шығара алмаған, и жасылды пайдаланған. Сондай нәрселер бар. И Суперменнің мысалы банағыдай изначально бана өзінің құрастырған идеологиясы бойынша ол секіре алады тек. Сондай болды да. И потом просто тупо суретшілерге секіртіп салу персонажды қымбатырақ болғасын, ұшырып жүрді деген сияқты ғой. И Интересно. сөйтіп любой персонажды өйтіп өзгерте алады да. И потом андай мысалы Бэтменді бірдеңе көрсетті, потом оказывается типа ебанау канон емес қой деп отырсаң, оказывается мына Бэтмен емес, мына Бэтменнің әкесі, мына басқа вселенная. Ол жақта бірақ астында тіреліп тұрған нәрсе жоқ қой. Иә, вот сол ғой. Мифологиялық ештеңе қатты тіреліп тұрған жоқ та, көбінесе. И типа ол историяны айналдырып қояды да, типа и ол магия болып шығады, ол там басқа нәрсе болып шығады деген сияқты бар ғой. Ол клон болып шығады, типа любой нәрсе бабах атып шыға алады да. Фантазияға байланысты тоже самое. Иә, фантазияға байланысты. А бірақ бағанадай тоже сен айтқандай мифология бойынша именно құдайлар бар ғой, бана грек құдайлары, скандинав құдайлары деген. Оларды көп шықмайды сияқты ол жағынан. Ол жақ қатты оларда, иә, оларда уже база болғасын. Молоктың өзін абайлап көтертеді. Тор, иә. И ол жақта көп шықмайды ғой, по-моему, солай сияқты, иә, типа чисто Геркулес ау деймін, шайдататын, қудататын. Қайда да өлгеннен кейін барып не істейтін Скандинавияда. Валгала. Иә, мысалы ол жақтың заңдылығын өзгертпейді да, оған Капитан Америка кіріп кете алмайды да, ұрып қалғаннан кейін. Жақсы. Жоқ, көбінесе қатты кетеді. Ал хорошо, ол енді егер де мысалы сражаться етіп өліп қалса Валгалаға бара алады ғой, негізі в целом мифология бойынша. А Капитан Америка көп сражаться етті? Жоқ, ол немес қой. Ол Сол емес ирландец пе? Почему нет? Қайдан білесің, ол американец қой, оның атасы ирландец шығар, көшіп келген. Викинг. иә, оны не істей берсең бағанадай фантазия көп қой, фантазия ете берсең. Ал қазір мысалы бір нелер бар, адамдар бар, ойға сыймайтын нәрсе жасап жүрген, бірақ оны супергерой деп санау бола ма? Бір тірі өмірдегі мысалы Маскты деген сияқты. Ол өнер тапқыш қой. Өнер тапқыш, мотиватор ретінде, бана супергеройдың мотиватор ретінде супергеройны қабылдап, Маскты де мотиватор ретінде қабылдайтын болсаң, онда екеуін пара-пар теңестіруге болады деп ойлаймын. Иә, олда да ақша, олда да ғылым, техника, ешкім бұрын ойына келмеген. Железный человекті болды ғой. Иә, кинода келді ол да. Бірақ покупатель болып келді ол, да? Иә, Железный человектің, кстати, становлениесіне тоже Маск влиять етті кезіндегі, то есть 2000 жыл киноны жазған кездегі прототип ретінде Маскталған. То есть Даунидің Железный человек жазған кезде. Бірақ Дауни біршама өзгертіп жіберді енді оны. Харизмасымен несімен өзгертіп жіберді, бірақ прототип ретінде бана Маскталған. И 2008-дің бана Железный человектің соңында жаңа жылдың сценасында Маск келеді тоже кадрда. Негізі актерға да байланысты көп нәрсе. Мысалы маған Ноланның несі Бэтмен ұнамайды. Бейл ұнамайды ма вообще? Өйткені төбелескенде де қарапайым төбелеседі. Шынайы, слишком шынайы да. Маған Бен Аффлектікі маған ұнайды. Мә саған дейсің. Более андай, білмеймін. Бен Аффлектікі Бэтмені, иә, ол дейтін бана старый Бэтменмен мрачный ма? Ол Бэтмен емес. Ол Бэтмен емес. Ол чорт десең кешірім сұраймын. Просто айту керек болды. Ол Бэтмен емес мен үшін. Бэтмен ғой, бірақ мен жақсы көретін Бэтмен емес. И мен маған Эдвард дейтін Бэтмен ұнайды дейсің. Эдвард в целом Паттинсон деген жақсы ойыншы. Ұйықтап қалдым. Детективный жанр өтпейді. Детектив өтпейді ма? Онда Бэтмен в целом өтпейді ғой персонаж ретінде саған. Маған наоборот Ноландағы злодейлер ұнады маған. Ол вообще қызық осы жерде бар ғой, негізі в целом бана DC да всегда, даже комикстің өзінде де злодейлар приятнее.
злодей сен злодейдің не үшін злодей екенін біліп тұрасың да? таныс та, тек қана мына Марвелда тек қана таныс та мысалы. Неге таныс? Более харизматичный. Иә, более харизматичный хан. еще оны түсінуге болатындай бар ғой, оның екінші жағын көрсетті да, ол злодей емес. Ол қалай налденеді? Злодей демейді ғой оны. Жерді тазалағысы келіп отыр. Антигерой ма? Антигерой дегенде антигерой фанатисіне келмейді. Антагонист па қалай? Злодей ғой. Просто бағанағыдай оның өзінің мотиві бар да. Джокер қызық. қызық. Иә, сондай. Мысалы Марвелде Железный человектің бірінші киносына прототип типа Железный человектің просто злой копиясы деген сияқты. Человек муравей мысалы тоже копиясы андай тоже құттай алатын адам деген сияқты. Ол тоже типа бірдей персонаждар просто копия. А DC-да ондай емес. Мысалы Супермен құдай сияқты адам да. И оған просто обычный ученый қарсы шығады деген сияқты бар ғой. Бэтмен интеллект не да андай типа ақша. Оған қарсы самый типа андай ебанутый псих қарсы шығады да типа андай. Злодейлары бөлек вообще қарама-қайшы келмейді андай. Бірдей емес, то есть қарама-қайшы келеді. Бірақ андайды көрсетеді ғой, оларды как будто бы сол геройлардың ішкі наоборот өз-өзімен күресетін сияқты болып бар ғой. Ішкі кемшіліктері олар деп. Маған доктор Манхэттендағы злодей ұнады маған. Доктор Манхэттендағы злодей? Доктор Манхэттендағы қасында дос болып жүреді да, интеллектпен. Иә. Watchmen деп аталады кино. Манхэттенде кино жоқ. Иә? Мама келді. Қайтайық. Нема уақыт жағынан қалай бізде? Нормально сияқты, біз 1 сағат өсте жазып жатық. Иә? Осымен жайлап не істейік? Бұл подкаст шықпай қойса екен. Иә, ішінде мына неде көп боғау сөздер кетті дегенсің да. Соны алдыңыз. Не, жалпы қозғағымыз келген тақырып осындай болды. Жалпы қазіргі өмірдегі супергеройлар, жалпы супергерой тақырыбы банағыдай енді уақыт өте келе адамдар бір белгілі бір өзінен биік күштерге сенеді, соған банағы бүкіл проблемаларын шешеді деп ойлайды. И сенің де жасап жатқан нең бар, кітабың бар, сенің де ойыңдағы бір нелер бар да, персонаждар бар. И солардың барлығы өмірге келіп жүзеге ассын деп несем. Тілеймін енді. Көп рахмет. Сәттілік, келесі подкасттарда тағы да көрсеміз. Салауат, қош келдіңіз. Енді қонақ деп айтуға келмейді да енді.